Сахния бағдарламасының көрермендері. Біз өткен бағдарламамыздың бірінде Құрманғазы мырзамен 16 желтоқсанға байланысты, ұйымдастыруына байланысты сұхбат жүргізген болатынбыз. Және өздеріңіздің сұрауларыңыз бойынша сол бағдарламаның жалғасын түсіруге ниеттендік. Және де бізде осы желтоқсан оқиғасын өте терең зерттеп, және осы бірнеше кітаптардың авторы Болатбек Төлепберген мырза келіп отыр. Қош келдіңіз аға. Қош келдім. Мен сізге бірінші қоятын сұрағым, осы көрермендерден сұрақ келіп түсіп отыр. Осы 30 жылдан бері қайдан болды, неге бұл ашылмаған, ашылса КГБ-ның документтерімен ұйымдастырған туралы, сол туралы неге айтылмайды деген сияқты сұрақтар қойды. Өте көп келді осындай сұрақ. Сол туралы ашып айтсаңыз, документ бар ма? Бар болса, ода не деп жазылған? Саламатсыздар ма, құрметті көрермен. Бүгін біз осы желтоқсан көтерілісіне байланысты негізгі кейіпкерін сөз етіп отырмыз. Ол біздің Құрманғазы Айтмұрзаев ағамыз. Бұл кісінің желтоқсан көтерілісін 1986 жылғы Алматы қаласындағы осы көтерілісті негізгі ұйымдастырушы деп біз білеміз. Себебі біздің қолымызда бір қатар құжаттар бар. Соның біріне тоқталып кетейік. Бұл Алматы қалалық, сол кездегі Алматы қалалық сотының 1986 жылдың 20 шілдесінде Қазақ Кеңестік Социалистік Республикасының атынан жариялаған үкімі былай дейді. 1986 жылдың 16 желтоқсанында Құрманғазы Айтмұрзаев Қазақстан Компартиясы орталық комитеті пленумның Дінмұхамед Қонаевтың бірінші хатшы міндетінен босатып, оның орнына Ресейдің Ульянов облыстық партия комитетінің бірінші хатшысы Геннадий Колбинді тағайындау туралы шешіміне наразылық білдіріп, өзінің курстастары Иманғожаев, Сейтімбетов, Қанетовтерді келесі күні ұлтты қазақ студент жұмысшы жастарды Брежнев атындағы алаңға алып шығуға үгіттеген дейді. Олар, яғни Құрманғазы Айтмұрзаевқа өзара келісіп, ашықтан ашық ұлтаралық араздықты тудыратын ұлтшылдық, үгіт, арандатушылық, азғырушылық әрекет ұйымдастырған дейді. Бұл кездегі соттың үкімі. Енді осы желтоқсан көтерілісіне байланысты Конституциялық соттың материалдары бар. Сол материалда тағы бір құжат бар. Осы Конституциялық соттың судьясы болған заңгер ғалым Сабыр Қасымов ағамыз былай деп жазады. 16 желтоқсанда пленум болған түнде-ақ Алматы қаласындағы жатақханаларды аралап үндеу таратқан, ұрандар жазған, қозғалыстың жоспарын жасаған Алматы көркемсурет және театр институтының студенттері Құрманғазы Айтмұрзаев, Иманғожаев, Сейтімбетов, Қанетов және Қасенбаевтар еді дейді. Бұл да бір нақты бір қолымыздағы құжат деп айтуымызға болады. Енді тағы бір нақты құжат бұл сол кездегі Қазақ КСР мемлекеттік қауіпсіздік комитетінің төрағасы Мирошник былай дейді. Театр көркемсурет институты студенттері бір тобы, яғни Айтмұрзаев, Қанетов және басқалар барлығы 12 адам. Желтоқсанның 16-сынан 17-сіне қараған түні қаладағы 6 жоғары оқу орны мен Киров атындағы зауыттың 8 жатақханасында арандатушылық, азғырма жұмыс жүргізген. Олар саяси жағынан тұрақсыз жастарды қоғамға жат әрекеттерге қатысуға итермеледі. Арандатушы ұрандар мен плакаттар әзірлеп, көшелерге алып шықты дейді. Яғни бұл документтер біздің Құрманғазы Айтмұрзаев ағамыздың осы 1986 жылғы желтоқсандағы көтерілістің негізгі ұйымдастырушы екендігін айғақтайды деп нақты сеніммен айта аламыз. Өйткені біздің қолымызда құжаттар бар. Сондай-ақ 1989 жылғы 19 қазандағы Қазақ СССР жоғарғы сотының шешімі бар. Тура осы азаматтарды ақтау жөніндегі. Және де осы прокуратураның да осы ақтау Құрманғазы ағамызды ақтау жөніндегі жаңағы шешім бар. Осы құжаттардың барлығы бұл 1986 жылғы желтоқсан көтерілісінің негізгі ұйымдастырушы басты кейіпкері осы Құрманғазы Айтмұрзаев ағамыз екендігін айғақтайды.
Болатбек аға, мен сізге тағы бір қоятын сұрағым, осы 1989 жылы ақталды дедіңіз ғой. Мына кеңес одағы әлі ыдырай қойған жоқ еді ол кезде. Не үшін ақтады деп ойлайсыз? Ол кезде енді мына біздегі сол кездегі Советтер одағында өзі желтоқсан 86 жылғы желтоқсан көтерілісі бұл бір алғашқы осы одаққа деген саяси жүйеге деген бір келіспеушіліктің алғашқы әрі бастамасы ретіндегі бір қозғау болды ғой. Содан кейін барып одақтың басқа елдерінде де саяси жағдай шиеленісе бастады. 89 жылдары, яғни сол 90 жылдары уже жаңағы одақтың да өзі шайқала бастағандығын бір көрініс іспетті оқиғалар болды. Одан кейін Мұхтар Шаханов ағамыздың сол Мәскеудегі мінбеден айтқан осы желтоқсан көтерілісі туралы айтқан жаңағы мәлімдемесі де осы желтоқсандықтарды бір ақтауға бір себеп болды ғой деп ойлаймын. Құрманғазы аға, сіздің осы сот болып жатқан кезде үлкен оның Ақниет бір ерекше жағдайда дүние есігін ашты деп естіп жатамыз. Сол туралы ашып айтып кетіңізші. Рахмет. Сол 1986 жылы март айында менің жолдасым Алма екеуміз 28 март күні басымызды қосып шаңырақ көтердік. Тойымыз Алматыда өтті. Сол жылы менің жолдасым Алма соңғы курсында оқып жүрді, Шет тілдері институтының. Оның дипломын алып елге қайтты. Ауылға бірге барып, ауылда сол жаз айында соны ауылға әке-шешеме қолына табыстап кеттіңіз. Табыстап, сосын өзім қайтадан, мен де соңғы өнер институтында, театр көркем сурет институтының соңғы курсында оқып жүрген кезім еді. Соны оқуға қайттым, соңғы курсқа. Сөйтіп оқуға қайтып келгеннен кейін өздеріңізге белгілі, сол жылы күзде мына желтоқсан көтерілісі басталды. Жаңа бала туралы сұрап жатсың, сол жолдасым, сол мен кеткеннен кейін аяғы ауыр болды. Қалған артымда. Мен одан кейін оны елге бара алмадым. Сол 86 жылы көтеріліске қатыстым. Жалпы басын өткен сұхбатта айтып кеттім. Жалпы қалай басталды, қалай қойды деген сияқты. Жалпы мына зерттеуші ғалымдар, басқа да зерттеп жүрген кісілер жалпы осы төңіректе барлығы қағаз беттерінде, газет беттерінде, кітап беттерінде бәрі айтылды, жарияланды. Енді сол айттым ғой, енді өткен сұхбатта жаңағы сот болды. Соттың үстінде менің қорғаушым, адвокатым Галина Рогова деген болды. Сол кісі бір сот үзілісінің уақытында қайтадан жүгіріп кіріп келді залға, сот залына. Сот залына жүгіріп келді. О, Құрманғазы, я тебя поздравляю деді. Ол кезде енді артымда екі қабат қалған былай білем ғой жолдасымның. Бірақ сол уақытта мен оны ойға келмейді ғой, әйелдің жолдасының аяғы ауыр екені. Ойымызда тек қана қанша жылға сотталамыз, тағдырымыз не болып кетеді екен деген ғана ойдан басқа ой келмейді. Қалай қорғануымыз керек, не деп айтуымыз керек, одан басқа ой келмейді. Мен таңғалып қарап қалдым жаңа қорғаушыма. Құттықтаймын деген сөзіне қараған уақытта бізді босатайын деп жатыр ма деген ой келді. Әп дегенде. Келді, қолымнан қысып, сен балалы болдың, у тебя родился сын дейді. Сол кезде енді ол мен сонда бір керемет күйге түстім, шынында айтсам. Сот
соттың үстінде отырғанымды ұмытып кеттім. Бірден тек ойыма келгені алда жалда осы жолдан сотталатыным белгілі ғой. Осы жолдан аман қайтпайтын болсам, артымда бір ер бала қалды, тұяқ қалды ғой деген ой келді да маған. Керемет. Соттатқанымды ұмытып кеттім. Әйелім босанды, ұл туды. Алда жалда анау мынау болып кетсем, артымда бір бала қалды ғой. Тек соны ойлай бердім. Қуанып, қасымдағы жолдастарымда Бақтыбек, Үсіпхандар енді бірге отырмыз ғой. Сотталып жатырмыз. Құшақтап, мені құттықтап барлығы. Не жыларымды, не қуанарымды Білмей отырсыз ғой. Білмей, тек әйтеуір бірақ әйтеуір сол бала, ер бала келгеніне шынымды айтсам, ер бала болғанына қатты қуандым. Әйтеуір жалғастыратын бір тұяқ бар ғой деп. Сөйтіп сол сот болды енді, сол подарок жасады ғой 4 жыл деп. Ол баланың өзінің тағдыры қызық. Мен ол балама айтам, ылғи да сен дүниеге 2 рет келген баласың деп. Өйткені менен сотталып жатқанда менің жолдасым Алма аяғы ауыр, бірінші босану болғандықтан әке-шешем оны қалаға жіберген ғой. Ауылда бірінші балаң дүниеге келейін деп жатқан қиын болар, не болса да қалаға кет, қаладағы енді доғдырлар несі бар ғой енді, қаланың аты қала ғой деген сияқты. Сонда қалада менің әкемнің жалғыз қарындасы Күреш деген апам тұратын. Сол үйге барып жатып, сол үйден больницаға қатынап қаралып келіп тұрған. Күндердің бір күнінде толғақ басталады. Ойбай, толғақ келді, скорый шақыр дейді. Скорый келеді, скорый келіп алып кетеді менің жолдасым. Содан больницада бір күн толғатады. Врачтар қайтадан тексеріп келіп тұрады. Бірақ өз жолдасым кейін айтады ғой, кейін естіп жатырмын ғой, не болғанын жалпы. Сон ішім ауырады, кәдімгі толғақ сияқты ма әйтеуір ішім ауырады, туалетке барам, келем. Бірақ қинап әбден бітіп. Біздің келесі күн таңертең бір мосқалдау келген, жасы бірталай келген бір ер адам, орыс дейді, келіп мені былай тексеріп, білмеймін қалай тексеріп, тамырын ұстадым, әйтеуір қайдан білемін тексерген. Тексеріпті сразу айтты дейді, жаңағы енді бір опытный адам болып тұр ғой, енді опыты бар жаңағы. Толғақ емес деп айтты дейді, бұл толғақ емес, срочно подготовьте операционный деп айтты. Қасындағылар жүгіріп кетті дейді, мен алып каталка дей ме, соған салып та ала жөнелді барлығы дейді. Соны апарып бір бөлмеге операцияға дайындады дейді. Сөйтіп операционныйға алып келіңдер деп айтты дейді. Жаңағы врач өзі жасады дейді жаңағы операцияны. Жаңағы айтқан врач. Сосын бәріміз таңға нетіп қалдым дейді, енді қорқыттым дейді. Бұл неге бұлай, неге операция жасайын деп жатыр, баламды алып тастайын деп жатыр ма деп қорқыттым дейді. Кәдімгі жылап жібердім дейді әйелім. Жылап жібердім, мен баламды алып тастайын деп жатыр ма деп. Соны врач айтты, жылама деп айтты дейді маған. Жылама, успокойся, с ребенком ничего не будет, у тебя аппендицит деп айтты. Сосын кәдімгідей нетіп қалдым, аппендицит дегенге кәдімгідей басылып қалдым. Соны операционныйға алып кетті, жаңағы әйтеуір наркоз ба, қандай білмеймін, әйтеуір наркоз береді ғой, наркоз береді. Соны беріп, біраздан кейін жаңағы операциясын жасап, жаңағы баланы, жатырдағы баланы, дүниеге келмеген бала ғой әлі. Өзі сұрауға бір 15 сондай күн қалған өзі. 15-20 күндей ма қалған. Соны жаңағы баланы алып, орнынан қозғап, сыртқа шығарған ғой,
қойып баланы соқыршек жатырдың астында қалып қалған екен. Сол соқыршекті кесіп алып тастап, баланы қайтадан көтеріп орнына салып, жаңағы жолдасым ішін тігіп тастаған. Содан кейін 15 күннен кейін бұл жаңағы бала өзі дүниеге келеді. Өз күшімен босанады жаңағы жолдасым. 2 рет дүниеге келді сонымен. Сонымен әзілдеп кейде балам айтам, балам сен үлкен балама сен дүниеге 2 рет келген баласың. Бір рет шешең соқыршек болып сені бүйтіп шығарған. Соқыршегін алып тастап, қайтадан сенің жатырды орнына салып тігіп тастаған. Содан кейін 15 күннен кейін қайтадан өзің шыққансың деп. Осындай жағдайлар Ақниет деп атын әкем мен шешемнің қойған аттары, баламыздың ниеті ақ болсын деп Ақниет деп қойған атын. Ал енді екінші балам менің Мордовияда, мен енді Мордовияға түрмеде жатқан кезіңізде ғой? Жатқан кезде Мордовияда болдым. Россияда сол жақтың колониясына жіберді. Зубово-Полянский район, Потьма деген жер. Уақытында ол өзі сол Потьма деген жерде бірінен соңы тізіліп тұрған жаңағы колония бар. Зона дей ма? Лагерлер. Особый режим дейді, строгий режим дейді, женский зона, саяси зона. Қаптаған бір 10 шақты бір колония бар. Менің бір таң қалғаным, баяғы 37 жылдары атылған аталарымыздың барған жер екен сол. Сол ескіден баяғы сол 37 жылдардан бері келе жатқан Алаш арыстар жатқан жер дейсіз ғой? Сол екен. Енді неше жылдан кейін тура сол жерге мен барып тұрмын да. Бір қызығы. Кейін мен таң қалдым осыған. Қалай бұл? Сәйкестік па әлде? Мен бір жағынан ішімнен ойлаймын, сол аталарымыздың сол жерде сүйегі қалған аталарымыздың рухы мені қорғап, бірінші Алла ғой енді. Бірінші Алла, бірақ сол рухтарының қорғап, сол жақтан аман оралуыма солардың да бір рухтардың себебі болды деп мен ішімнен ойлаймын да. Сол Мордовия ассырында болдым, Потьма деген жерде. Кейін сол январь айында жаңағы әкем шешем, жаңағы жолдасым және баламды алып келіп, бірінші баламды Ақниет. Сонда түрмеде бірінші рет көрдім жаңағы баланы. Алып келіп, жаңағы бізге бір бөлме берді, кездесуге 2 күн, жаңағы 2 күн кездесу. Сонда қызықпыз ғой, енді тәрбие сондай ма білмеймін әйтеуір. Балама бетінен сүйгім келеді, бірақ әкем шешемнен ұяламын. Бірінші немерелер болды ғой сол кезде? Бірінші немерелер ғой, сол көзім қиығыммен кроватқа жапқызып қойған, 4 кроват тұр. Келсем жаңағы ауылдан алып келген дәм, барлығын дастархан жайып қойған екен. Менен бұрын кіргізіп отырғызып қойды. Сосын мен алып келді жаңағы конвоймен алып келіп, жаңағы свидание жасайтын бөлмеге кіргізді. Ол жаңағы әкем мен шешемменен бетімнен сүйіп нетіп жатыр жаңағы сөйтіп. Бірақ енді сүйісіп енді қызық енді ана жерде әкем мен шешем ғой енді одан артық адамдар бола ма маған енді әкемнен шешемнен артық жан жоқ қой дүниеде. Бірақ білмеймін, сондай бір қызық. Әкем шешем жылап нетіп, құшақтап неткеннен кейін. Бірақ көзім ана балама, кроватта жатқан балама түсе береді де, кішкентай ұйықтап жатыр. 9 айлық па сондай өзі. Өзі 7-8 айлық па сондай. Ұйықтап жатыр екен. Сөйтіп қарап қоямын өзі. Ұйықтап жатыр, пысылдап. Бірінші рет көрдім. Сосын барып бетінен сүйейін десем, әкем шешемнен ұяламын. Ана бізде қазақта бұрын соң жаңағы атасы мен енесінің көзінше келін жаңағы балдарын не қылмайды, сүймейді. Тәрбие сондай болды. Бізде сондай болды. Әкеміздің көзі ана қыз
қызғанып қала ма, әкем мен шешем деген ой болды ғой сізде. ой болды. Немересі ғой, бірінші немересі. Мен барып жабысып атсам, бұлардың көңіліне келіп қалам ба деген ой болды да. Барып сүйгім ақ келеді жаңа баламды. Бірақ қысылып өліп баратым әкем мен шешеммен. Сондай бір қызықтар болды. Қызық дейміз ғой енді. Қызық еш нәрсесі жоқ жалпы енді. Ол жақта Оңай болған жоқ. тағдыр болғаннан кейін түрлі жағдайлар адам басынан өтеді ғой. Оны айтудың да қажеті жоқ жалпы. Түрменің не екені ол тіпті айтпаса да түсінікті ғой. Иә. Оның үстіне бір ел жұрттың ішінде жүрсең екен. Алматының төңірегінде, Ақтөбенің төңірегінде, бір сол жерде бір колонияда жүрсең әйтеуір елдің ішінде жүрсің. Орыс ет, Мордовия асыры қайда, ел қайда, Қазақстан қайда. Сөйтіп бір күн жаңа әкем шешеммен болдық та, олар шығып кетті де, мен жолдасым, жаңа баламыз үшеуміз қалдық келесі күнге. Сонда барып, сүйдіңіз ғой? Баламды сүйдім, қарап, еще ойлап қойдым, маған ұқсай ма, ұқсамай ма? Кішкентай ғой, ол кезде кімді ұқсатасың? Баламды бір күн құшақтап, қасында бір күн жаттым. Онда мынандай әңгіме болды, ана жолдасым, мен дейді, баланы дейді, қайтамыз, баланы ауылға барғаннан кейін, атам мен енеме, папам мама дейді, атасы мен енесі ғой, папам мамаға тастаймын да, мен осында қайтып келемін дейді. Мордовияға. Тайга ғой енді, орманның арасы. Сосын мен айтамын, неге келесің сен? Жоқ, қасыңда болғым келеді сенің дейді. Қайтып боласың сен, мен ананың ішіндемін. Сен десем айтады, жоқ. Олар сол свидание берген күн, бір күн келіп, бір квартира жалдапты, бір орыстың үйі, бір кемпірдің үйі. Бір күн сол үйде болған ғой, сол орыс кемпірмен сөйлескен. Сонда да орыс кемпір айтыпты, осы жерде мектеп бар, соған жұмысқа кіруіңе болады. Жаңа күйеуіңе барып, тамақ апарып беріп тұрасың деген ғой. Мен саған көмектесем деген жаңағы менің жолдасым айтқан алмаған. Алмайын соған енді көңілі кеткен шығар. Әлде өзіңде сондай ойы болды ма, қайдан білейін әйтеуір. Осы баланы апарып тастап, өзі мектепте жаңағы сабақ береді, сол мектептен шығып, қайтып келем. Осы жерге пол жусам да, осы жерде бір мектеп бар екен, соған тұрам. Саған тамақ әкеліп, сені көріп тұрам ғой. Айына бір рет болса да қасыңда боламын. Мен ана жерде шалқамнан түсейін, сен жындысың ба? Сен білесің бе менің қандай жағдаймен түсіп отқанымды? Алда жалда менің әйелім екенін сені білетін болса, сенімен не істейді олар? Кім біледі? Сені зорлап кетуі мүмкін, или бір қастандық саған жасауы мүмкін, осындай бір адамның әйелі екен деп. Бұл сен ондай ойдан аулақ, жақындама, жолама, әкеммен шешеммен міне қайт келме деп жаңа не қыламын, жоқ, қайтып келем дейді. Қайтып келем, қасым не болса да сенімен бірге боламын. Мен жатып алып ызаланамын жаңағы. Бұл қазақ түгіл мұсылман жоқ, сен түсінсейші бұл жерде. Сен келуші болма. Мен мынандай ой келіп та, алда жалда Құдай сақтасын. Арасында да менің әйелім екенді, тем более мен қандай жағдаймен сотталып келіп отырмын. Саяси нәрсе бұл. Жаңағы басқа ұлтқа қарсы көтерілген деген бағытта сотталып отырмын ғой. Соны анау сырттағы жүргендер білетін болса, менің әйеліме қастандық жасауы мүмкін ғой деген ой қалды да. Енді онсыз да алаңда талай қырғынды көрдік. Енді талай құлап, талай бас жарылып атқан жастарды көрдік. Енді құрсын енді ол өтті кетті ғой, сотталып кеттік. Енді мынаның да көз жасына, әйелімнің көз жасына қылмайым құрсын деген ой келді. Ол мойныма қан жүктей беріп, қайтем деген ой келді. Жатып келіп айттым, келіп жолма. Сонымен қысқасы керек, сол кетті, сол бір күннен кейін мен жатып алып ойланамын, ауылға барып айтқанын істеп қайтып келіп жүрсе қайтем, бәле болды ау. Тағы ол
менің әйелім болғанмен ол да біреудің баласы ғой. Былайша айтқан кезде мен неге біреудің баласының мен тағдыр сондай болды. Мен енді сотталып кеттім. Енді анау менің жолдасым әйелім болса да біреудің баласы ғой. Мойныма қан жүктей беріп қайтем деген ойға қалдым да. Бірақ көп ұзамай сол 88 жылдың сол жазғы тұрым уақытында химияға шықтым. Химия деген ол түрмен сыртынан шығып жеңілдетілген. Жеңілдетілген тұр ғой. Заводта жұмыс істейсіз бе? Колючий проволока жоқ. Спецкомендатура. Соған барасың. Соның ішінде жатасың жаңағы белгіленіп, нетіп тұрасың жаңағы жұмысқа барасың, қайтып келесің, сондай жаңағындай. Конвой жоқ та әйтеуір. Қадағалап тұрады еді. Соған шықтым. Онда бір қызық. Мен жалпы ондай химияға шығам деген менде ой болған жоқ. Шығарады деген ой болған жоқ. Мен осында отырам ғой деп ойладым мен. Бір күні жаңағы отрядник дейді, сол жетіп келіпті. Дайындал, сен ертең сотқа барасың дейді. 2-3 күннен кейін сотқа барасың дейді. Қандай сот? Вот сен мынау жаңағы неге? Химияға срогың келіп тұр. Сені мен сотқа представить етемін. Мен таңғалдым, бір шамалы нарушениелерім бар тұғын. Отказ от работы деген болды менде бір күні. Шынымен бір отказға кеткен жағдайларым болды. Бөрінелер мынандай көтеру керек. Мен сол кезде асқазанымды қатты ауыртып алдым. Асқазаным деген совсем болмай кетті. Кейін білдім ғой язва екенін. Енді одан бүк түсіп қаламын. Бір сағат сайын, жарты сағат сайын бірдеме жеп жібермесем, кәдімгі тітіліп ауырады. Сондай бір ауырып жүрген кезде жаңағыны істе дейді де, мен істемеймін. Мен жағдайым жоқ қазір, ауырып отырмын асқазаным. Не могу это. Ой, сөйтіп қысқасы керек, ана үстімнен жазып жіберіп, сонымен бір 3 суткіге заказы отработай деп изоляторға отырып шыққан кездерім болды. Әйтеуір аман сен енді сол қысқасы керек, сол химияға шықтым. Сол Мордова АССР, Ковылкинский район, поселок Силикатный деген жер. Кірпіш шығаратын завод бар екен. Сол жерге спецкомендатураға келіп орналастық, қысқасы. Сөйтіп елге хабар бердім, мен осында жерге шықтым деп. Сол жаз айы ғой енді. Сол бір күні қасында інім бар, жаңа жолдасым. Адресын жазып жіберген. Келіп ініңізді қосып жіберген ғой? Қосып жіберген енді. Келіншегім қасында інім бар, сол. Өзімнен кейінгі, інімнен кейінгі інім. 67 жыл, Саттол деген. Келіп, ой, мұна келдік. Әйелім ақыр сол қоймай өзінің айтқан сөзін сөзінде тұрып, сол келіп тұрып, о, Мордовияға. Содан не керек, енді қой, әйтеуір мынау не ғой енді, ауыл ғой, жаңағы спецкомендатура далаға шығып, кездесіп, жүруіңе болады. Енді бостандығы көбірек та. Енді сөйтіп алып келіп қалған екенсің енді. Соң қысқасына керек, сосын комендатураға бардым, начальник комендатура, жолдасым келді. Алдында мен сол жердегі сотталғандардың біразынан естігем, кейбіреулеріне квартир жалдап тұруға рұқсат етеді деген сияқты. Тәртібіне байланысты шығар айту, сондай бір жағдайлар. Құрметті Қақілия бағдарламасының көрермендері, Қазақстан Республикасының азаматтары, Болатбек Төлепберген ағамыздың Құрманғазы Айтмырза мырзаға арнаған
сценарийі бар. Ол сценарий деректі фильм желісіне түсірілуге арналған сценарий. Біз жаңа бағдарламамызда ол туралы айта кеткенбіз, бірақ мынау техникалық ақауларға байланысты ол жазылмай қалды. Егер соған қол ұшымды беремін, қаржылай көмектесем деген азаматтар болатын болса, өте құба-құп болар еді. Осы елдіктің туын көтеріп, Қазақстанның ел болуына өзінің ықпалын тигізген азаматтардың шын бейнесін осы деректі фильм арқылы көрсетуге болады. Соған көмектесетін болсаңыздар, астына описанияға контактілерін қалдырам, соған хабарлассаңыздар болады.